Сәлем достар, бүгін сіздерге осы Pinduoduo сайтынан ішінен қытайша ешкім түсінбей жатырмыз, қиын аудару деп жатқан кісілерге осындай бір приложение көрсеткім келіп отыр. Бұл Tab Translated Screen деген мына приложение, мінекей басып көрсетемін қазір. Енді осының ішіне кіріп біз настройкасын дұрыстап қоюымыз қажет. Play Market'те баса аламыз оны, Android'тарда бар. Енді мына жердегі біз так Chinese Traditional ауыстырамыз. Ал мына жердегі ағылшынды орыс тіліне аударамыз, орысшаға. Россияны белгіленіп тұрген, осыған қоямыз. Енді мынау оффты басатын боламыз. Мына жерде бізде рұқсат сұрап тұр камераны қосуға. Настройканың ішінен қазір осы приложениеге камераны қосып қоятын боламыз. Настройканың ішінен қазір мынаны таптым. Сосын ішінен мына птичканы белгілеп қоямыз. Болды, қойылды настройкасы. Так, окей. Начать дейміз. Мынандай қара домалақ сіздерге шығады. Енді осыдан шығып кетіп, тікелей Pinduoduo сайтымызға барып, ішінен керекті жерімізді өзімізге басып аудара алсақ болады. Так, мен пижамаларды ұнатып жүрген едім. Қазір көреміз ішін аударып. Отзывтарын оқыңыздар, ішіндегі мына жердегі жазуларын оқыңыздар. Осы қараны басып тұрып аударып алуға болады. Мінекей қараны бассаңыз керекті жерімізге осылайынан аударып беретін болады. Новая корейская версия дейді. Весенние осенние полоски дейді. Милая и богатая не дейді. Длинными рукавами дейді. Осы барлық жерін аударып беретін болады. Размерлерінің бәрін көрсетіп тұр. Егер де мына бағаны басып қазір осы